Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі пайдалы тағамның түрі бауырдан котлет дайындаймыз. Ең алдымен бауырды турап аламыз. Осындай қабыршақтарын алып тастаймыз. Және барлығын мясорубкадан өткіземіз. Сәбізді, пиязды, сарымсақты да мясорубкадан өткізіп аламыз. Немесе блендермен езіп алсаңыз болады. Барлығын ыдысқа салып, сүт құямыз, бір жұмыртқа қосып, араластырамыз. Ұнға қосқышты қосып, араластырып аламыз. Және екіге бөліп қосамыз. Дәміне қарай тұз бұрыш қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Табаға май құйып, қыздырып аламыз. Қызғаннан кейін котлеттерді бір ас қасықтан салып шығамыз. Және жиектері домалақ болу үшін осылай қасықтың көмегімен түзетіп жіберсеңіздер болады. Жандарынан осындай тесіктер пайда болғаннан кейін жайлап қарасаңыздар болады. Қызарғаннан кейін ауыстырамыз. Және барлығын осылай пісіріп аламыз. Осымен котлеттеріміз дайын. Іші барлығы толықтай пісті. Егер де менің видеом ұнаса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер де тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Барлығыңызға болсын. Сіздермен Айжан.